Сәлем қыздар. Барлығы мақтанады ғой, мен көкөністерді осылай сақтаймын деп. Мен де мақтанайыншы дедім де өз әдісіммен. Холодильнигімді ашып қарасам, осы заттар бар екен. Сөйттім де бір рет қолданатын тарелкамды қойып, помидорды жұқалап турап шықтым. Дәл осылай тарелканың жанына қойдым. Болгарскийдің ортасынан жардым да ірі-ірі қылып турадым, себебі мен балаларым болгарский жемейді. Пісіріп болғаннан кейін алып тастауға оңай болсын деп чеснокты тоже солай турадым. Бетіне укроп сеуіп қойдым. Бұл бір тамаққа қосатын менің көкөністерім. Егер де көп десеңіздер, ортасынан сындырып бір тамаққа жартысын қоссаңыздар да болады. Жалпы қыста да бұл көкөністерді табуға болады, бірақ жаздағыдай дәмді болмағандықтан мен осылай қысқа сақтауды жөн көремін. Пицца жасасаңыздар да морозиліктен алып, бетіне қойып жасай бересіздер. Жалпы өте ыңғайлы, және де қыстың күні тамақ өте дәмді болады. Осылай пищевая пленкамен орап шықтым, су ағып кетпеу үшін, және де бұндай бір рет қолданатын тарелка қолданудың бір жақсы жері көп орын алмайды. Әдемілеп осылай жан-жағын жинадым да морозильникке барлығын салып шықтым, жасағандарымды. Бұрышта тұрған не деп ойлап қалмаңыздар, ол малина. Келесі жолы малинаны қыста қалай сақтайтынын мен сіздерге көрсететін боламын. Ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Көптеген жақсы ақпараттар беретін боламын. Пока-пока.